Саламатсыздар ма әріптестер. Менің келесі видеом Eleven Labs, яғни дыбыс жасауға арналған жасанды интеллект құралына арналады. Бұл жасанды интеллект құралымен жұмыс жасау үшін біз, яғни браузердің іздеу жүйесіне ағылшынша Eleven Labs деп жазамыз. Яғни Eleven деп жазсақ, бізге осындай сөздер шығарады. Ең біріншісін таңдасақ болады. Eleven Labs AI, яғни жасанды интеллект құралы. Осыған басамыз. Осы жерде өзінің сілтемесіне басамыз. Екінші тұрады, немесе бірінші тұруы мүмкін. Eleven Labs IO дегенге басамыз. Бізді Eleven Labs жасанды интеллект құралының алғашқы интерфейсіне жібереді. Жалпы интерфейс осы. Мына жерде Get Started Free, яғни тегін нұсқада қолданыңыз келе ме деп, яғни қолдансаңыз болады деген батырма болады. Соған басамыз. Басқан кезде бізден, яғни сіздер алғашқында кіретін болсаңыздар, мен өзім жаңа жылға байланысты мысалы бір дауыс жасағым келген. Енді қалай кіруді көрсетейін. Яғни барлық жасанды интеллектке кіру жолы бір. Яғни бір рет шығып кетемін. Sign out, яғни шығу дегенді білдіреді. Ең алғашқында мініміз сіздер кірген кезде сіздерден осындай бет шығады. Яғни sign in with Google, sign in with Facebook, sign in with GitHub, sign in with SSO, яғни сол электронды пошта арқылы қойдым. Бізге ең тиімдісі бұл жерде sign in with Google, яғни Google аккаунтымызды қолданып кірсек болады. Басамыз. Басқан кезде алдыңғы видеодағылардай бізде, яғни компьютерімізде қанша аккаунт тіркелген, сол аккаунттарды көрсетеді. Егер болмаса, онда сменить аккаунт деп өзіңіздің аккаунтыңызды жазып кірсеңіз болады. Мен бұл жерге мысалы екінші аккаунтпен кірдім. Бұл жасанды интеллектте бір жақсысы, яғни кредит дейміз ғой, біз үйреніп қалдық. Генерацияға көп кредит береді. Яғни біз осы тегін нұсқасында көптеген жаңағы дауыстар жасасақ болады. Енді мына жерде, яғни меню қатарында text to speech, яғни мәтін арқылы дауыс жасақ болады. Voice changer, яғни даусымызды өзгертсек болады. Егер де ағылшынша түсінбей жатсақ, онда интерфейсін біз браузерден ауыстырып алсақ болады. Орысшаға мына жерде міне браузердің жоғары жағында мынандай 3 нүкте болады. Осыған басып ауыстырып алсақ болады. Мына жерде преобразование текста в речь, устройство для изменения голоса, ары қарай голоса, звуковые эффекты, ары қарай көптеген өзінің функциялары бар. Енді біз бүгін өзіміздің жұмысымызға керекті звуковой эффектін жасап көреміз. Мен ағылшыншаға үйреніп қаптым. Сондықтан оригиналға қойып алайын. Жарайды, орысшада тұра берсін. Звуковой эффектіға басамыз. Осы жерде, яғни бізге мұнда жазып тұр: опишите свой звуковой эффект, а затем нажмите кнопку создать. Яғни біздің звуковой эффект қандай болу керек, сонында біз жазуымыз керек. Ол соған байланысты звуковой эффект жасап береді. Мен алдын ала дайындап қойдым. Яғни мынау бізде промпт деп аталады. Орысшалап айтсақ идея. Осыны мысалы маған керегін копировать етіп алам. Оң жағын басам, копировать. Содан кейін платформаға барам, мына жерге вставить деп қоям. Бізде мынандай кнопка, қара кнопка создание звуковой эффект деген жанады. Осыған басамыз. Воплощение вашей воображения в жизнь, яғни сіздің промптыңызды, идеяңызды ол, яғни эффектке айналдырып жатыр, ойланып жатыр.
яғни мына жерде міне кредит саны осы жерде жазылып тұр. Яғни бастапқыда бұл платформа бізге 10 мың кредит береді, 10 мың генерация. Яғни бір генерация, бір сөз ол бір генерацияны деп қабылдайды ғой. Мына жерде мысалы 300 қазір 20 символды бұл қабылдады. Одан кейін осыған байланысты ол азайып отырады. Мына жерде міне поколение 1, 2, 3, 4. Яғни бізде ол 4 нұсқаны ұсынатын болады. Біріншісін тыңдап көрейік. Яғни көктемнің эффектілерін қандай керемет жасайды. Ал жалпы біз аудио редактор арқылы біз бұны қанша мысалы сағаттап жасауымыз мүмкін, егерде соны білсек. Ал енді білмесек мүлдем жасай алмаймыз, сондықтан басқа жерден іздейміз, өзімізге ұнайтын таппаймыз, интернеттен іздеп таппаймыз, тапсақ та ол кейде ақшаға сатып ал деп айтады. Сондықтан да осындай жасанды интеллект құралдар бізге таптырмас құрал. Міне бізге мысалы екіншісі маған ұнады, онымен жүктеп аламын. Міне download деген кнопка болады, басам, жүктеп алдым. Дәл осылай мен мысалы қазір жыл мезгілдерін таймлапсын жасау үшін платформаларды таныстырып жатырмын ғой. Сондықтан өстіп көктемге, жазға, қысқа және күзге арналған яғни дауыстар жасап жатырмын. Соған байланысты дауыстардың бәрін өстіп, яғни sound effects және промпттарды жазамыз. Одан кейін осындай дауыстардың 4 түрін шығарып береді. Сол жерден өзімізге ұнаған аламыз. Және де сол звуковой эффектілердің бәрін өзіміздің жұмысымызда қолданатын боламыз. Жалпы 11 Labs платформасымен жұмыс осылай жүреді. Яғни біз қазір эффект жасадық. Text to speech функциясын жасап көрсек, бұл жерде яғни біз мәтін ұсынамыз. Сол мәтінге байланысты мына жерде мысалы voice, яғни кім жаңағы дауыстайды. Осы жерде мысалы Rachel деп тұр. Бұл жерде біз өзгертсек болады. Мысалы Гүлдана деген таңдап көрейік. Таңдаймыз. Ол жаңағы қандай версияның жаңағы спикері. Одан кейін ары қарай біраз өзінің настройкалары бар. Кішкеналар көбейтіп, жаңағы жоғарылатып, төмендетіп дегенде өстіп бәрін қойып аламыз. Және де өзіміздің мәтінімізді әкелеміз. Мен мысалы мына мәтінді ала салайын. Копировать етіп қоямын. Вставить. Өстіп мәтінді қойдым. Және мына жерде generate speech. Яғни егер көп мәтін болатын болса, бізде мына жерде кредит саны, генерацияның көбірек кетеді. Сондықтан да енді біраз жұмыс жасауға болады. Бірақ енді бітіп қалған күннің өзінде де мына жерде мен айтқандай аккаунтты ауыстырамыз. Generate speech-қа басам. Яғни ол біраз кішкене ойланады. Яғни міне бізде дауыс дайын. Яғни осындай дауысты бізге шығарып береді. Дауыс анық, дикциялар жақсы. Енді бұл айтқанда орысша орташалау дауыстайды. Ағылшын енді басқа тілдері жақсы дамыған. Қазақша нұсқасында кішкене акценттері білінеді енді. Бірақ енді қолданып көрсек болады. Бұл жасанды интеллектке біз өзіміздің қазақи дауыстарды көптеп қоя берген сайын бұл да жасанды интеллект оған үйренеді. Және де кейіннен біздің де дыбыстарды жақсы дыбыстайтын болады. Сондықтан да көбірек қолдансақ, біздің тілімізде бұл интеллекті де жақсы қолданылатын болады деп ойлаймын. Жалпы платформаның жұмысы осылай. Енді келесі видеомда осы 3 жасанды интеллекттің, яғни Microsoft Designer, Luma Labs және
Eleven Labs жасанды интеллект құралдарын қолдану арқылы толықтай бір жұмыстың көрінісін көрсететін боламын. Сондықтан да келесі видеомды асыға күтіңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.